Сәлеметсіздер оқушылар, сіздермен бірге элементарный каналы. Бүгін біз 3-ші сыныптың математика кітабын және 82-ші сабақ 6-ші және 7-ші бетті өтетін боламыз. Онда біз көп сөзбай бастайық. Екінші тапсырма: ауызша түсіндіре отырып есепте. 600 бөлу 5 тең 120, 500 бөлу 4 тең 125, 90 бөлу 2 тең 45, 500 бөлу 2 тең 250, 900 бөлу 2 тең 450, 900 бөлу 20 тең 45, 700 бөлу 5 тең 140 және 15. Үшінші тапсырма: салыстыр. Біріншісі тең, екіншісі сол жақ, үшіншісі оң жақ. Осы үшінші есепті осы дәптерлеріне жазбаңдар. Төртінші тапсырма: есеп бойынша өрнек құрып оны шығар. Музейге 40 қыз және 30 ұл барды. Оларды теңдей бөліп 2 автобусқа отырғызды. Әр автобусқа қанша баладан отырды? 40 қосу 30 бөлу 2 тең 35. Жауабы: әр автобусқа 35 баладан отырды. Бесінші тапсырма: есепті шығар. Есептен сұрағына жауап беру үшін қандай мәліметтер саған қажет емес екенін анықта. Марат өнер мектебінде аптасына 45 минуттан 2 рет, 90 минуттан 3 рет сабақ оқиды. Ал тағы аптасына 2 рет 60 минуттан хауызға жүзеді. Марат өнер мектебінде аптасына неше сабақ оқиды? Жауабын сағатпен және минутпен өрнекте. 45 минут көбейту 2 тең 90 минут, 90 көбейту 3 тең 270 минут, 1 сағат 30 минут қосу 4 сағат 30 минут тең 6 сағат. Марат өнер мектебіне аптасына 6 сағат оқиды. Келесі бізде оқушылар 6-ші тапсырма. Достар және де оқушылар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі 6-ші тапсырма. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Балаларға арналған пойызға отыруға 30 қыз және 40 ұл келді. Әр вагонға 10 баладан отырды. Балалар қанша вагонға отырды? 30 қосу 40 бөлу 7 тең 10. Сонда бізде жауабы: балалар 10 вагонға отырды. Бұл барлығына оп-оңай есеп болуы мүмкін. 7-ші тапсырма. Есепте әртүрлі тәсілмен шығар. Саған сыйлықтары бар қапшықтар дайындау керектігін көз алдына елестет. Асы: сенде 24 шоколад пен 30 мұз кәмпит бар. Барлық кәмпиттен теңдей бөліп 6 қорапқа салуым керек. Әр қорапқа неше кәмпиттен саласың? Онда біз оқушылар осы есепті шығарайық. 24 қосу 30 бөлу 6 тең 9. Сонда біз 6 қорапқа 9 данадан саламыз. Бұл біздің соңғы тапсырмамыз. Яғни 8-ші тапсырма. Бірінші есептің жауабы 832. Екіншісі 578, үшіншісі 935, төртіншісі 135, бесіншісі 828, алтыншысы 580, жетіншісі 85, ал сегізіншісі 691. Бұл азайту есебі. Бұл азайту есебін барлығы білуі тиіс. Яғни бұны бірінші сыныптан бастап, бірақ оны балабақшада үйренеді деп ойлаймын. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген сабақтарды түсіретін боламын. Онда сау болыңдар.